жолаушы. Ойдың орманды, қабат қорғанды, тарқатылған тұрғындай тарам жолдарды көру үшін аралығы асығам сапарды. Ассалаумағалейкум. Өнегенің өрісі, өнердің кенеші болған қымбатты көрермен. Арман атты жарқырап, қолда шырақ, асу бел асқан жолға шыдап, ағайын келдік бүгін ауылыңа, қазақтың салтыменен жолаушылап. Экранында қымбатты көрермен қашанда халқым аман, салтым аман болсын деп, ән мен күйім күмбірлесін, әуелесін деп, қоңыр ауыл, қойлы ауылға жол тартқан жолаушы бүгін мінекей, аспанда сұңқары, асқарында болат тұяқ тұлпары ойнаған. Мынау қасиетті Мұңғылкөре ауданының Ағдала қалашығы Құтарқа қыстағына келіп, осындағы ауылдастарымызбен жүздесіп отырғанымызға қуаныштамыз. Қанекей жолаушының өз дағдысы бойынша бүгінгі келген жерімізбен танысайық. Қанекей қыстақ басшылары, таныстырып берсеңіздер, ортаға шақырамыз. Ағдала қалашығы Құтарқа қыстағы Ағдала қалашығының батыс жағына орналасқан. Ағдала қалашығынан 8 километр шалғайда 315 отбасы, 1315 жан саны бар. Бұл қыстағымыз автономиялы дәрежелі керей қыстақ деп бекітілген. Жалпы қыстағымыз диқаншылықпенен шұғылданады. Осы жақын жылдардан бері жоғарыдан төмен партком өкіметтің түрлі қолдап қуаттауында, жетекшілігінде қыстағымызда көптеген өзгерістер болды. Халық бұқарасының күн сайын жағдайы жақсарып, қыстағымыздың негізгі құрылыстары тіпті кемелденіп келеді. Әсіресе осы бірнеше жылдан бері қызмет әтретіндегі жолдастардың қыстаққа түсіп, қызмет өтеуінің нәтижесінде халық бұқарасының түрлі жақтарда көптеген өзгерістер болып отыр. Осы жетістіктердің бірталайын осы қыстағымызға түскен қызмет әтретіндегі жолдастардан бөлек қарауға болмайды. Соның бір айғағы бүгінгі осы ортада барлығымыз жиналып, осы жолаушы айдарын тойлап отыруымыз да мына облыстық оқу-ағарту мекемесінің қолдап қуаттауында, облыстық оқу-ағарту мекемесіндегі басшылардың осыған атсалысуында осы нөміріміз, осы айдарымыз Құтарқа қыстағында жалпы барлықтарыңызға бет көрісіп отыр. Рахмет. Енді қыстақты айтып жатырсыз, кедей қыстақтап. Енді осындағы ауылдастарымыздың жүзінен ешбір кедейлікті көріп отырғанымыз жоқ. Енді бұның барлығы біздің мынау 18-ші құрылтай ашылған 5 жылдағы жеміс. Мінекей санаулы күндерден кейін Жүнге Коммунистік партиясының құрылғанына 96 жыл болады. Ауылымызда күнде береке, күнде мереке. Қашанда шаруашылықтарын шалқи берсін, ауылдастарымызға тамаша тұрмыс, керемет бір бақытты өмір тілейміз. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Бүгін жолаушыны осында Қазақ автономиялы облыстық оқу-ағарту мекемесі арнаулы шақырып келіп отыр. Жаңа қыстақ басшысы айтып өтті. Осы қыстаққа түскен кадрлар көптеген жұмыстар істепті. Әуелі нақтылы қандай жұмыстар істеді екен, осы қыстаққа түскен қызмет группасында кадрдарды ортаға шақырамыз. Қанекей, әңгімелеп берсеңіз. Жолаушының Құтарқадағы қадамы құтты болсын. Біз облыстық оқу-ағарту мекемесінен 6 кадр биылғы жылы ақпанның соңында осы Құтарқа қыстағына келгенбіз. Келгеннен кейін біз қыстақтың негізгі саты үйіменен тығыз сәйкес отырып, автономиялы районның 12 түрлі қызмет талабыменен қыстақта тұратын әтреттің 8 түрлі маңызды міндетін арқалай отырып, Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығы сынды басты нысанасын төңіректе отырып, бірсыпыра жұмыстар істедік. Ең әуелі біз әрбір отбасын аралай отырып, бір жағынан халықтың жағдайын ұғысып, хал жайын ұғысып,
екінші жағынан оларға үгіт тәрбие қызметін жүргіздік. Өте біз мереке мейрам, ту шығару салты сияқты ұйымдық қимылдар барысында үгіт тәрбие лекциясын жасадық. Әсіресе мекемеміздің бастығы Мұрат Шәкейұлы арнайы келіп осы қыстаққа лекция жасады. Бұның ролы өте зор болды. Мына осы сақана біздің облыстық оқу орта мекемесінің тікелей қолдауыменен, қаржылай көмегіменен жасалған. Одан кейін мына біз оқу орта мекемесінен келдік. Сол себепті сол абзалдықтан пайдаланып, мына қыстақтың ясли, яғни балабақшасын жаңадан салды. Жуықта ғана балалар мерекесінде ресми қолданылуға берілді. Бұдан сырт, біз облыстық оқу орта мекемесі осы қыстақтың бет-бейнесін өзгертуге 500 мың ен қаржы қосты. Сол қаржының арқасында мына қыстақтың мына көше жолдарының дауал тамдарын бүкілдей жаңалауға тура келді. Дәл қазір осы дауал тамдар жаңаланып жатыр. Біздің Күңзоди бар, негізгі сатыйым бар, қалашық бар. 1.820.000 ен нысан қаржысына қол жеткізіп отыр. Ендеше менің енді мына халықтың бүгінгі қимылына төтенше риза болып отырмын, қатынасуына. Рахмет сіздерге. Рахмет. Мінекей қыстаққа түскен кадрдардың ауыздан өздеріңіз тыңдадыңыздар. Осы қыстаққа көптеген жұмыстар істепті. Халық үшін шаршап жассыздар. Көп рахмет өзіңізге. Ал енді қымбатты көрермен, ән мен күйді қос қанатым деп білген халықпыз. Енді ауылдың алты ауызына кезек береміз. Дүке Мәсімханұлының өлеңіне жазылған Думан Бәзілжанұлының әні «Сәлем саған туған жер». Алдарыңызда асқақ дауысты әнші ұлдарыңыз Ерғали Заханұлы. Қол шапалақтарыңызбен. Сәлемі саған туған жерім шалғайдан, көк жұлдызым жаққан сенсің маңдайдан. Сен дегенде алтын бесік ақ екен, құйғалықтап көкірегімнен самғайды.
құстарға ғарыштарға самғайды тілегім жауыныңды ауылымды сағынып жүремін туған мекен думан мекен басымды иемін көкбеліңнің көктеміңнің сағымын сүйемін өрте кескен далам көгіне қымбатты көркіңе мәз болам сұлудай сымбатты ақжайық өзенім ақиық кезеңім жырназын тыңдатты қонар далам нәр алдым мен сенен сырларыңмен шыңдарыңмен не деген еңселен нуларыңның суларыңның көркіне ғашықпын балалықтан даналыққа аттауға асықпын өрте кескен далам көгіне қымбатты көркіңе мәз болам сұлудай сымбатты ақжайық өзенім ақиық кезеңім жырназын тыңдатты құшқан білім құштар ұлдары кәделі мұралы мен жыр әнімен қыздары әдемі қойнауыңда төрт түлік тер өскен сағындырған табындырған туған жер емес пе өрте кескен далам көгіне қымбатты көркіңе мәз болам сұлудай сымбатты ақжайық өзенім ақиық кезеңім жырназын тыңдатты өрте кескен далам көгіне қымбатты көркіңе мәз болам сұлудай сымбатты ақжайық өзенім ақиық кезеңім жырназын тыңдатты жырназын тыңдатты құлақтан кіріп бойдалар әсем әмен тәтті күй жүрекке түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй деп ұлы абай атамыз айтқандай енді орталарыңызға қасиетті қарағай бастаудың суын ішкен жақында ғана Шинжаң телевизиясында өткен әсем ән байқауының бас жүлдесін жеңіп алған темір тұлпарды мінген өздеріңіздің әнші ұлдарыңыз Байболат, Нұрболат ұлы алдарыңызда қанекей.
жігіт есіл туған елім дейді, ел үшін көрсе бейнет егілмейді, нардың жүгін көтерген нағыз ерлер қайрат тербелбекем берінмейді. Елдің жүгі ерде, елің үшін терлі, сеніміңді селге берме. Ер жігіт есіл туса асқардайды, жұртым деп жан берсе де жасқанбайды, маңдайың көкжиекке тигізсең де маңға жер мадақ үшін әй мастанбайды. Қатарыңнан қалма, қанат қағып самға, туған елге арна, бойда қуат барда қалма. Даламды жопары ескен, Ақбастау арайлы бұлттары көшкен, қайда екен айна күн қостарым толған, сағындым қайран ел қоштарым жырың боп ағылдым, бәріңе табындым, бәріңе қадірлеп ойлар ақ бөкен
балаңның жасы кеудеңе көмілген бабамның басы ай қоңыран қоңыр жел қанатым болып ұшқан қоңыр бел қоңыр ел жанатым болып ұшқан бәріңді сағындым бәріңді сағындым жырың боп ағылдым бәріңе табындым бәріңе табындым ай қоңыран қоңыр жел қанатым боп ұшқан қоңыр бел қоңыр ел жанатым боп ұшқан бәріңді сағындым жырың боп ағылдым бәріңе табындым бәріңе табындым бәріңді сағындым жырың боп ағылдым бәріңе табындым бәріңе табындым Естеріңізде болар, сонау 80 жылдары композитор Бағдат Естемесұлы ағамыз төбеде жұлдыз, көп жұлдыз, үйімде менің бір жұлдыз деп кішкентай жұлдызға, кішкентай қызына ән арнап еді. Сол жұлдыз бүгін халықтың жұлдызы, өнердің жұлдызы болды. Енді сіздерден рұқсат болса, сол жұлдыз қызымызды сахнаға шақырамыз. Алдарыңызда жұлдыз Бағдат қызы.
Құрметті көрермен, мінекей Данышпан партиямыздың 96 жасқа толған мерейтойы мен сондай-ақ 19-ші құрылтайдың ашылу қарсаңында мінекей Іле-Қазақ автономиялы облыстық оқу ағарту мекемесінің шақыртуымен мынау Ағдала қалашығы Құтарқа қыстағына келіп, жолаушының бір өнер дастарханын сіздерге сыйладық. Иә, осы орайда жолаушыны алыстан шақырған облыстық оқу ағарту мекемесіне, сондай-ақ Құтарқа қыстағындағы өнерпаздарға, осындағы азаматтарға айрықша рахмет айтамыз. Ал енді жолаушының келесі аптасындағы берілімде де тағы да осы сахнадағы ән мен күйді сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Уәделі уақытта кезіккенше қош аман болыңыздар. Қызыл жасыл таулардың үлкен қаланы